Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Бүгінгі демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Біздер түскі асымызды ішіп болғаннан кейін жолдасымыз екеуміз ауланы жинайық деп сыртқа шықтық. Жолдасым фундаменттің тастарын басқа жерге орналастырып, оның орнына тауық қора саламыз деп шештік. Ал мен болсам былтырғы еккен талдардың түптерін қопсытып, осылай суарып шықтым. Содан кейін былтырғы еккен клубникалардың түптерін қопсытып, клубника тамыры жайылып өседі екен. Соның артық тамырларын, сосын арам шөптерін жұлып, осылай қопсытып суардым. Сіздер демалыс күндеріңізді немен айналысып жатсыздар? Комментарий жазып бөлісе отырыңыздар. Содан кейін талдардың түптерін барлығын ақтап алдым. Жолдасым тауық қораға фундаментіне дайындап жатыр. Осылай арам шөптерін жұлып тазартып қойдық. Содан кейін мен үйге кіріп, кешкі асқа манты пісірейін деп, мантынан ысып осылай манты жасадым. Кешкі асымызды ішіп болғаннан кейін балалардың сабағын қарап, содан кейін баняға кеттік. Күн күшті болып тұр, жаяу баруға болатын еді, бірақ күн ұзаққа сыртта жүріп шаруа істегесем ба, шаршап, сосын Майшамен барайық дедік. Лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Мені үйге де жетіп қалдым. Барлықтарыңызға қайырлы түн тыныштығын берсін. Пока-пока.